Баршаңызға сәлем, сіздермен Фируза. Бүгін мен сіздерге өте дамды тағамның бірі ханымның рецептісімен бөлісетін боламын. Кейбір жерлерде орама нан деп те атап жатады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен біз қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып салып, үстінен суымызды құямыз. Мен 1,5 стакан су құйдым. Суымызды құйып болғаннан кейін үстінен 2 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап қасықпен араластырамыз. Тұзы ерігенше осылай жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін електен өткізілген ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Осылай қолымызбен араластыра отырып қамыр илейміз. Қамырды өз отбасыларыңыздағы адам санына қарап илесеңіздер болады. Мен өз отбасымдағы адам санына қарай көбірек иледім. Қамырымыз тым қатты да, тым жұмсақ та болмау керек. Илеп болған қамырымыздың бетін жауып тындырып қоямыз. Және салмасын дайындаймыз. Салмасын өз қалауыңызша дайындасаңыздар болады. Мен ет қостым. Ет тартқыштан өткізілген етімізді картоп, асқабақ, пияз салып, дәміне қарай тұз бұрышын салып араластырып аламыз. Одан кейін тынып тұрған қамырымызды алып, бөліктерге бөліп аламыз. Мен 4 бөлікке бөліп алдым. Қамырымызды бөліп алғаннан кейін осылай қолымызбен дөңгелектеп шығатын боламыз. Барлық қамырларымызды осылай қолымызбен дөңгелектеп алғаннан кейін қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамырды жайған кезде ең алдымен осылай қолымызбен басып жайып шығатын боламыз. Осылай қолымызбен басып жайып алғаннан кейін ары қарай оқтаумен жайып шығатын боламыз. Қамырды жайған кезде екі шетінен бастап жаятын боламыз. Тек екі шетін басу арқылы жаямыз. Жақсылап дөңгелектеп, тегістеп жайып шығатын боламыз. Қамырды тым жұқа етіп жайып жібермеңіздер, өйткені салмасын салған кезде біздің қамырымыз шыртылып кетуі мүмкін. Сондықтан орташа жұқалықта жаятын боламыз. Міне қамырымызды жайып болдық. Енді үстінен сұйық майымызды жағып шығамыз. Мен осылай қолмен жаққанды жақсы көремін. Қолымызбен барлық шетіне сұйық майымызды тигізіп жағып алатын боламыз. Сұйық майымызды жағып алғаннан кейін үстіне жаңағы дайындап қойған салмамызды салып шығамыз. Салмамызды да барлық шетіне бір тегіс етіп салып шығатын боламыз. Одан кейін рулет секілді етіп қамырымызды ораймыз. Міне осылай рулет секілді қып орап аламыз және листімізді майлап орналастыратын боламыз. Және де газ отымызда қайнап тұрған суымызда 40 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Міне біздің ханымдарымыз пісті, өте керемет, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Фируза, сау болыңыздар.